мына сол суретке қырқыз табиғи тас мүсіндері сол қырқыз. Оның аңызы былай. Ертеде мынау төбені көріп тұрсыздар ма? Мынау өзі қолдан үйілген төбе. Бұл қырқыз қорғаны деп айтылады. Ертеде бұл орта ғасырлық 10-8 ғасырларда өмір сүрген қаланың орны. Аңыз бойынша былай, ертеде осы қырқыз қамалында бір ханшайым және 40 оның қызметшісі, қыздар, нөкерлері тұрған екен. Күн сайын сақмақтан жол айнап түсіп, сен сақамада шомылады екен. Күн сайын. Сөйтіп ол шомылған дегенде ол кездің несі купальнигі ақ қалап шомылады екен. Мына жерде біреуі қарау болып тұрады екен. Сөйтіп хабар береді екен, жау келіп жатыр ма, біреу келіп жатыр ма деп. Біз бір уақытта хабар беріп, жау келіп жатыр. Жаңағы шомылып жатқан қыздар көріп шығады екен. Қасқысы, қайқын келіп, аяқтың келіп, қасқысы бар. Сөйтіп қасқыстан сонша, мына жағындағы ақ суреттегі қыздар, олар ақ жамылғысын шешілмегендері. Ал алдыңғы жағы асыққанда анау жамылғысы түсіп қалады, жалаңаш болса да қашып барады, сөйтіп тасқа айналған. Артынан қуып келе жатқан жау, мынау қара тастар, олар жаулар еді. Олар да тасқа айналды. Бұлай қара тастар тұр ғой. Ол да жау еді дейді. Олар да тасқа айналған дейді. Аңыз бұл ауыз әдебиеті, қазақтың кәдімгі ауыз әдебиеті. Осындай аңыз. Рахмет.